Бәріңе сәлем достар, сіздермен бүгін мен Батыржан. Және де біздің бүгінгі рубриканың аты 10 секунд, 1 минут, 5 минут. Бүгін біз кузница жасайтын боламыз. 10 секундта, 1 минутта, 5 минутта. Ендеше кет. Ал достар, қазір мен таймерді қоям. 10 секундқа 1, 2, 3 басылды. Секундта мынандай кузница жай. Келесіге көшеміз. Келесі бізде 1 минут. Достар, уже біз осы жерге шейін жеттік. Уақыт та аз қалды. Сондықтан қазір таймер бітеді. 1 минутта біз не деймін енді? Мынандай кузница үлгердік. Ал келесі бұдан да жақсы болады деп ойлаймын. Келесі бізде 5 минуттық. Сондықтан да қазір мен таймерді 5 минутқа қоятын боламын. 1, 2, 3. Так, ал енді мен бірінші слойды жасаймыз. Ал енді біз слойды да біттік. Достар, өтініш, менің арнама тіркеліп кетіңіздерші. Және де комментар жазып, лайк басып кетіңіздер. Қазір маған тек қана сіздердің қолдауларыңыз керек. Мен жаңадан келген ютубер боламын. Сондықтан маған қазір тек қана сіздердің демеулеріңіз керек. Алдағы уақытта бұдан да көп, бұдан да күшті видеолар түсіретін боламын. Сондықтан маған қолдауларыңыз керек. Ал уақыт болса, уже келіп қалды. Бақанда 2,5 минутымыз ғана қалды. Сондықтан прогресс тездету керек. Мен қазір кузницаның жасалуын кішкене ұмыттым. Сондықтан дұрыс жасай алмаған жерлерімді комментарийға түзеп жасаңыздар. Немесе ұмыт кеткен жерлерімді. Достар, мен өзімнің TikTok аккаунтымды описанияда жазып қалдырып кететін боламын. Ал достар, біз уже үйдің крышасына да келіп қалдық. Сондықтан достар, келесі видеода қандай тұрғын үйді жасайын, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Так, достар, үйдің қалай жасалатынын ұмытып қалдым. Так, есіме түсірейін. Все, мына жақты мен енді толтырамын. Осылай толтырамыз. Содан кейін мына жерлерді жауып тастаймыз. Содан кейін есікті қоямыз. Что-то біртүрлі болып қалды ғой анау. Так, бұлай емес сияқты еді ғой ағаштар. Так, бұларды қайтадан өшіреміз. Все, понятно, қай жерге қоятын. Мына жерге қойып тастайық. Все, болды. Есік алдын жасап біттік. Енді забормен қошамыз. Мен заборды алып қойыппын. Так. Все, біттік. Енді плитамен қоршау ғана қалды. Ал енді плиталарды да бітіп қалдық. Так, мұнда қате кетіп қалды, түзейміз. Все, біттік. Енді ішкі декорацияға көшеміз. Айтпақшы, мұнда біз печка қойып кетуге болады. Так, печкамыз деп табайық. Все, болды. Осылай 2 печка қойға болады. Ал енді ішкі декорация. Так. Мен өз декорациямен жасайым. Ол үшін маған төсек керек, және де плита, және де мына забор. Осылармен мынандай әдемі декор шығады.
Және де қазір мына жерге факел қою керек. Сосын ана жерге екі не сундук. Мына достар, уақыт азалы тез болу керек. Все, үлгердім. Уақыт та бітті. Мына достар, мен терезені ұмытып кетіппін. Мақұл, уақыт бітсе де қазір сала салатын боламыз. Терезені қоя саламыз. Мына жақтан да істей салайық бітіріп. Так, бұлай емес еді ғой. Так, қайтадан алу керек. Бәрін өшіреміз. Аха, вот, енді осылай. Все, ішкі декорацияны біттік. Бәрі әдемі болды. Ал енді выводтар. 5 минут, 1 минут, және де 10 секунд. Міне достар, бүгінгі рубрика сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал сіздермен болған бүгін Батыржан. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен болған Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар.